Assalamu алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 13 ноябрь 2023 жыл мен сиздерге Бишкек шаарынын түштүк тарабы Кашкабаштан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн сиздер туугандар. Южный магистраль жана барып Алыкулов көчөсүнүн кесилишиндеги круговойдон бир аз эле өйдө жүрүп, анан сол тарапты карай өйдө карай жүрсөңүздөр, окей. Бул айыл Кашкабаш айылы болуп калат. Ориентирде Южный магистраль барып Алыкуловго, же болбосо бул жерде жаңы салынып жаткан Кут курулуш компаниясы бул жерде көп кабаттуу үйлөр салат. Ушуга ориентир алсаңыздар болот, ушул эле өйдө жагында жайгашкан. Жана бул жерден жүргөн маршруткалар, автобустар бар экен. Эми калган маалыматты үйгө жетип берейин туугандар. Мынакей туугандар келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгашта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул Юзун көчө тараптан көрүнүшү туугандар. Мынакей дарек Коконбаев көчөсү 108 дарегинде жайгашкан Кашкабаш айылы. Центральный көчөнөн эле келип атабыз. Биринчи көчө менен туугандар оң тарапка карай киресиздер. Мынакей мына ушул үй бүгүнкү чыгыштагы үй болуп калат. Жанакы Кут курулуш компаниясы салаткан көп кабаттуу үй буюрса бүтсө ушул жерден көрүнөт. Азыркы учурда мынакей курулуш жүрүп аткан учуру. Бул жерден маршруткалар өтөт, асфальт жол. Машинаңыз менен түзөтсөңүз Южный магистраль барып Алыкуловго түшүп барасыз бат эле. Так, андан ары бул мынакей көчө тараптан забор, чыгыш чегара бул жерден башталат. Бийик забор, калиткасы, дарбаза туугандар. И батыш чегара бул кошунанын үйүнө чейин болуп калат. Жалпысынан жеринин аянты 4 соток, кызыл китеп, техпаспорт, бардык документтери бар экен туугандар. Көчө тараптан мынакей мындай бактар отургузулуптур көчө тарабына. И андан ары эми сиздерге калган маалыматты берейин. Мектеп садик боюнча эсек садиктер бар экен, частный садиктер бул жакта туугандар. Мектепке болсо село жалга, же болбосо селекцияга. Бул жерге селекцияга карашат экен. И жакын каралыкта бул жерге бул районго мектеп деле ушул жакын жерге түшөт экен туугандар. Эми андан ары сиздерге калган маалыматты келип берейин. Мынакей бул короосу. Алды тарабы мындай чоң навес. Бул үй тарабы яшка болгон. Кенен 2-3 машина койсоңуздар болкудай көрүнөт. И бул жакта 140 квадрат метр болгон үй. Стенасы биринчи этаж толук түрдө кирпич, а экинчи этажы болсо туугандар финский мансарды, финский экен материалы. Мынакей бул үйдүн батыш түндүк тарабынан көрүнүшү. Бул тараптан эзикирүүчү эшиги, тепкичтери. Бул жакта летняя кухня, ол жакында отопление котел, ал жакта жайгашкан, паровой отопление бар. И бул тарабында болсо мынакей алма багы, черешня, өрүк жана башка бактар, жер жемиш эккен жерлери, малина, клубника жер жемиштери, и мындай тапчаны, жүзүм бактары бар экен. Бул тапчан деле калат туугандар. Азыр сиздерге эми үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматты берейин. Андан соң коросуна чыгып калган маалыматты бир чекеден берем. Электр энергиясы, суусу, отоплениясы бар. Бул мынакей негизи кирүүчү эшиги. Бул мынакей үйдүн киребериши, прихожкасы туугандар. Келен экен прихожка деле. Бул жерден оң тараптан түзгүсөк коридор, коридордон калган бөлмөлөргө жана экинчи этажга чыгып кете аласыз. Кирип эле сол тарапка карай кирсеңиздер, бул жакта мынакей ванна, душ, кир жууган машина орнотулган жер и унитаз орнотулуп бул жагына туугандар. Бул жакка раковина орнотуп, суу чыгарып. Андан ары коридор, мынакей көрүнөт ремонт дуалдар, обои, полдор, ламинат, так отоплениянын чоң материалдары жана экинчи этажга өткөн мындай жагыштан болгон тепкичтер. Оң тарапка кирсек, бул эшиктен мынакей бул жерде бир чоң зал, көрүнөт люстра, батыш тараптан пластик терезелер, отоплениянын материалдары и полдор ламинат экен туугандар. Софиттери. Так, андан ары бул жагында мынакей кухня, тамактануучу жайы, түштүк тарабынан терезе, дуалдар, обой. Так. И эми андан ары сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Экинчи этажга кирген тепкичтер,
Ары айтқанда мансард туғандар. Мынакей. Түштік тарауынан терезе. Шыққанда бұл жерде бір холл жайғашқан. Шығыш тарауынан терезе, түндік тарауынан терезе. Так, көріп тұрмасырда ремонт, потолок натяжной. Шындай ремонт. Шығып әлі оң тарапқа қарай кірсеңіздер. Холлдан кейін бұл жерде бір спальня бөлме жайғашқан. Шығыш тараптан терезе орнатылған. Бұл жағында болса bir балдар бөлмесі. Батыс тарапынан терезе. Көріп тұрмасындай ремонт. Бұл жерінде бір маңдай бір бөлім туғандар. Көріп тұрмасындай ремонт. Батыс тарапынан терезе. Отопленияның батареялары. Құрылыстар бүлденгенен көрінеді. Андан ары істерге қорғасынан шығып, қалған алматтарды бір чекеден берейін. Андан ары. Так, бұл жақта очоқанасы. Ракайнова су шығарылған. Бұл тарапта летний кухня. Кухонный мебельдер. И отопленияның котелы жайғашқан бөлме бұл жерде. Бұл жақта. Отопленияның котелы. Көмірмен жылтан котел үйді жылытады. Бұл тарапта болса, ондай ұлды тарапы қол қойды тарапы, сол досқа ондайында қойғанға жай туғандар. Бұл тарапында қошнаймен болған аралықта бір 2 метрдей аралық бар екен. 2 метрдей. Так, ондан ары. Жаңа айтқандай жүзім бағыт, тапчан, бақтар, алма, черешня өріп, жәрдемшінге жері үйізін бұл бақташ тарауына көрініші. Бұл жақта тротуарлар. Үйдің тұшқы тарауындағы жатқанаға шейінде тротуар қойылған. Жаңа арты тарауында ондай малина жер жеміштері туғандар. Hazırдағы бір шотқан үшірі. Бұл үйізін түштік тарауынан көрініші. Түштік тараптағы қоштанын заборына шейін жұмша кенен аралық бақтар жер жеміштері бар екен. Бұл үйіз түштік батыс тарауынан көрініші. Үй 140 квадрат метр, стенасы бірінші этаж кірпіш, екінші этажы финский екен екінші этажы. И тышқыдан утеплятелі, тышқыдарынан текстура шашылған. Басы бұл үйдің туғандар $120 000 сұратып тұр. Үй иелері анандағы сөйлеуші болады. Жайғашқан жерде туғандар негізінен шардың түштік тарауында, ауасы таза, жайғашытың жерде жайғашқан. Зонық сөйлешіп көріңіздер, дағы сөйлешу болады. Анан бұл видеоны достарменен, группалармен сіздер бөлішсеңіздер, маға бұл иесіне чоң жардам берген боласыздар. Анда мен қошташым, кейінге жағышқа чейін туғандар, саламатта қалыңыздар.